Әуестік пе, ақымақтық па, қалтадағы ақша ма, өмірдің өзім біле бермейтін бір қырын қызықтағым келді де, жас сұлу жоғары ақылы қызметке дайын деген жарнамадағы телефон нөмірін тере қойдым. Ар жағынан үйде қабылдаймын деген соң мекен жайын біліп алдым да тарттым. Қалай барғанымды, қалай қабылдаған айтып жатудың қажеті жоқ. Жұрт айта беретін қызықты көрдім, құмардан шықтым. Ару десе ару, сұлу десе сұлу, кәсібін жетік білетіннің нақ өзі. Жап-жас болып соның бәрін қайдан үйренгеніне таңғаласың. Оның бәрін ұятсыз фильмдерден үйренгенін жасырмайды. Ол нақ әртістей образға еніп, 12 мүшеңді балқытпай қоймайтындай дәрежеде орындайды. Ал шаруа біткен соң түк білмағандай баяғы қалпына заматта келе қояды. Маған бәрінен қызығы да керегі де оның осы жолға қалай түскенін білу еді. Соған арнайы дайындалып барғанмын. Саған рахмет, бірақ ақша төлеп кете салу ыңғайсыз болып тұр. Құрғыл келмеп едім. Біраз әңгімелесіп отыруға қалай қарайсың дедім, киініп жатып. Уақытым бар, қарсы емеспін деді ол. Ендеше мынаны дұрыс алған екенмін деп коньяк пен шоколадты ортадағы стол үстіне қоя салдым. Ол ас үйге барып рюмкалар да келді. Таныстық үшін, денсаулық үшін алдық. Арасында музыка тыңдай, бұралған әңгімелерді араластырдық. Не керек, бір-біріміздің сенімімізге енгендейміз. Бір нәрсе сұрауға бола ма деп алдым әуелі. Манағы жасағандарыңыздың өрескел емес шығар, сұрай беріңіз деді ол. Әлде мені солай ма, әлде ішке кеткен ащы судың әсері ме, жүзінен де үнінен де шіміркенудің ізі де білінбейді. Осы жолға қалай түстің? Оның қажеті қанша? Әп-әдемі қыз болған соң мына кәсіпке қимағаным ғой. Бұл кәсіппен тек жаман адамдар айналысады деуге болмайды. Сонда да бір түрлі өмірде көңілдес ашына жай адамдарды көріп жүрміз. Дегенмен ақылы қызмет көрсетіп, әдемі дүниені кәсіпке айналдыру деп мәңгірлеп қалдым. Қалай ойлайсыз, студенттің стипендиясы мен басқаны былай қойғанда күн көру мүмкін бе? Жоқ. Ендеше бізді бұл кәсіпке итермелеп отырған қолында белгі бер шенеуніктер. Мұның не деген ренішті сұрағыңызды маған емес соларға қойыңыз. Ал маған университетті бітіріп, жыл сайынғы миллионға тарта ақшасы бар ақылы бөлімде оқиды. Мамандық алып шығу керек. Әйтпесе мүлдем жерде қаламын. Жерде қаламын деген жай сөз, аштан өлуі мүмкін. Ал жолдан келіп тұрған соң оқып, білім алу керек. Бұл үшін арды аяққа басудан басқа таңдау қалған жоқ. Сіз қыздықтан неге айырылдың деп ренжірсіз. Сіздің дұрыс. Жалпы дұрыс болғанмен қайтпекпін. Ауылдағы әке-шешем мұндағы мені асырамақ түгіл, қолдарындағы қалған балаларын ашықтырмаса болғаны. Басқа ешкімім жоқ. Жаны ашығансып отырған сіз әлгі $100 жай неге бермедіңіз? Жайда берер едім. Қанша уақыт? Мен 4 жыл оқиды екенмін. Одан кейін тағы 2 жылдық магистратура бар. Сонша тегін асырап киіндіріп тұрар ма едіңіз? Енді қолдан келгенше деп міңгірледім. Солай ма? Менде студент қыз қаншама? Ашы шындықты айттың, қолдан келер қайран жоқ, жарайды. Басқа әңгімеге көшейікші дедім, ішім удай ашып. Қиналмай-ақ қойыңыз, қазақ қыздарын көз көрмек түгілі құлақ естімеген жаман кәсіпке жаппай итермелеген сіз емессіз, және оны бұлдырмау түгілі тежеу енді мүмкін емес. Бәрі әлеуметтік теңсіздіктен туындайды. Қалап алған жолымыз болған соң көретініміз осы. Бәрінен өкініштісі әлсіздің үнемі қорлық көретіні. Иә деді мұрын астына міңгірлеп. Мен осы жолға салған күнкөрістің тапшылығы да емес, өйтіп-бүйтіп тамақ тауып жүргенмін алғашқыда. Ендеше сол жолда неге айырылдың? Ол да оңып тұрған жол емес еді. Панфилов маңындағы мемориалға жұрттың гүл апаратынын білесін шығарсыз, иә? Иә, сол гүлдерді кешкісін адам аяғы саябырсыған соң жинап алып, басқа жерге апарып сатып жүрдім. Бұл іспен әлі күнге дейін жас студенттер айналысады. Қалай дегенмен де жейтін нан табуға болатын еді. Bir күні полицияға ұсталдым. Тірек пунктіне апарды да қамады. Вандализм дейді. Соттаймыз дейді. Не керек? Жылмаңдаған біреуі айтқаныма көнсең түрмеде қалмайсың деді. Жалындым, жыладым, болмады. Ақыры көндім. Білесіз бе, әлгінде сізбен болған уақытымда сізге ұнау үшін бар өнерімді салсам да өзіме ләззат алып қалдым. Ал анаумен болғанымда құрысын ойласам болды, құсқым келеді. Өзі бір шегірткенің айғырындай ғана неме екен, және әйелдердің жағдайын жасамай сұққылай беретін өлі дүние дейтін бір дөрекі. Жыныстық қатынасқа алғаш түсуім екенін ақ жаймадағы қаннан бақ біліп, бір қатынастан соң тыйылу керек еді. Нақұрыс түні бойы үстімнен түскен жоқ. Ертесіне жатақханама әрең жеттім. Келіп жылап жатып қалдым. Содан ертесі күні тұрдым да өзіммен бірге оқитын жерлес досыма, сен сутенер болып клиент тап, мен жезөкшелікпен айналысамын деп ашық айттым. Досым жаны жайсаң ашық жігіт, білетін ақылын айтып, жаман жолға түсуден қайтармақ болды. Бірақ мен болған оқиғаны бүкпесіз ашық айтып,
көндірдім әйтеуір. Міне содан кейін осы кәсіпті бастадық. Алғашқыда қиындау болды, әйтсе де уақыт шыңдады. Қазір міне кәсіпқой жезөкшемін. Қыз өзін өзі мазақ қылғандай мырс етті. Мен де өліктің бетіне шіміркенбей қарауға етереніп кеткен мүрдехана қызметкерлері секілдімін. Табыс жақсы шығар дедім. Шынымды айтсам, банкте депозитім бар. Мақсатым университетті бітіріп, шетелге жұмысқа кету, сосын баспана, машина алып, жұрттың жалақысын естігенде сілекейім ақпайтындай дәрежеге жеткен соң күйеу алса тием, алмаса баламды туып өздігімше тәрбиелеймін. Білгіңіз келсе, осы болса кәсібім жайлы жасырғаным қалған жоқ. Ризамысыз? Рахмет. Дегенмен кескін келбетіңізге, сөзіңізге, ой өрісіңізге қарасам, періште секілдісіз. Мынауыңыз күнә ғой. Құдай өзі кешірер. Жалпы алғанда күнәһар мен емес, мен осындай жолға итермелегендер. Ең әуелі жеріміз бай бола тұрып, халықты кедейлікке душар еткен басшылар күнәһар. Содан соң мені қыздығымнан айырған ана сүмелек полицей күнәһар. Жалпы алғанда халықтың көпшілігі күнәһар. Әсіресе осының бәрін көріп біле жүріп, жоғары жаққа айтып, студенттерге жағдай туғызу керек деп айта алмай жүрген ғалымдар, жазушылар, ақындар, жалпы зиялылар күнәһар. Ендеше қайтесіз? Егер Алланың бары рас болса, тозақ отына жанатын жалғыз мен ғана емес екенімді өзіңіз де білесіз ғой. Оның жақсы студент екенін түбінде өзі айтатындай жетістіктерге жететіне сөз саптасынан ақ түсіндім де, небір жақсыны жылатып тығырыққа тіреп қойған мына заманға іштей лағынет айттым. Қайтейін, қолдан одан басқа не келеді? Қарапайым отбасының тұңғыш қызымын, тұрмыстамын. Алла қаласа жақында 24 жасқа толамын. Артымнан ерген 2 сіңілім мен 3 інім бар. Ата-анам мектеп кезінен қол ұстасып, студент шақтарының соңғы жылдары шаңырақ көтерген. Ардақты анашым жас кезінде бір қараған адамды еріксіз екінші рет мойын бұрып қарауға мәжбүр ететін сұлу болған. Қазірде ол ажарынан арылмаған, әкем де келісті адам. Сол кісілерден дарыған ба? Отбасыдағы 6 перзент те бір-бірімізден айнымайтын ажарлы болып есейдік. Сол сұлулық өзіме сор болып жабысатынын біліппін бе? Бастауышта оқып жүріп, сыныптағы ұлдар маған таласып, кішкентай болса да қырық пышақ боп қырылысып жататын. Бала боп оған мән бермеппін. Кейін жоғарғы сыныпқа көше мұның мәнін ұға бастадым. 8-ші сыныптан бастап көптің назарынан тыс қалмадым. Мейрам сайын жоғарғы сыныпта оқитын жігіттер де өз қатарластарым да керемет болмаса да сый-сияпатсыз қалдырмайтын еді. Анамнан қорқып кейбір үйге жетпей қоқысқа тастасам, кішкентайлауын көзге ілінбейтіндерін үйге тығып әкелетін едім. Жалпы әкем ұлдарына қатал болғанымен бізге қабақ шытып қарамайтын. Ал анам керісінше ұлдарына жұмсақ болып, қыздарының артық қылығын көрсе бірден бәрін өз орнына қойып беретін қаттылау адам. Сол себепті анамнан қорқатынмын. Анам қатал болса да бізден ештеңе аямайтын. Қалағанымызды киіп, соңғы үлгідегі телефондар да бізден табылатын. Оқу үлгерімім өзгелерден көш ілгері болғасын масаттандым ба, тәкаппар қыз болып бой жеттім. Көп жігітті көзге ілмей өзімше болатынмын. Сөйтіп жүргенде мен тұратын қаладан 20 минуттық жердегі ауылдың бұзақысы соңыма түсті. Менен 8 жас үлкендігі бар, мектепті де жартып оқымаған, достарыммен көше кезіп, ішіп жегенде мәз болып жүрген нағыз жатып шердің өзі еді. Ол кезде 10-шы сынып оқимын. Жасым 16-да, ол 24-тегі еңгезердей жігіт еді. Еріккеннің ермегі болдым. Сыныбымдағы жігіт сымақтар одан қорқып, мен жайлы мәліметтің бәрін екі ортаға тасушы болыпты. Сабақ аяқталар уақытта мектебінің алдына кеп күтіп тұратын. Қайда барсан да көлеңкемде илесіп, соңымнан қалмайтын. Есімі Қанат болатын. Ол кезде агентке кіреді барлық жастар. Сол агентте маған жазып, одан қала берсе күн түндемей қоңырау шалып, үйімнің алдында мені күзетіп отыратынды шығарды. Басында оған мән бермейтім. Бірнеше рет сөз айтқанда да бетін қайтарып тастағанмын. Бір күні тағы мектептің қасында тұр екен. Не керек саған, мені жайыма қалдыр дегеніме көнбей, ернімнен сүйіп алуға ниеттенгенде бетінен шапалақпен салып жібердім. Ол болса, бұл ісіңе өкінесің әлі деп тістеніп кетіп қалды. Содан кейін жоқ болып кеткен. Мен оны өзімше жақсыға жорып құтылдым деп ерте қуаныппын. Оның маған көрсететін тосын сыйы әлі алда екен. Сол уақытта анам кенженімді босанып ауруханада жатқан. Мен анам ауруханадан шыққанша керек жарағын түгендеп қояйын деп дүкен аралауға шығып, қайтар жолда заттарым ауыр болған соң таксиге отыруға бекінгем. Жолай тоқтаған таксимен бағасын келісіп отырып алдым. Ойымда ештеңе жоқ, өзіме бірер күннен кейін анамның ауруханадан шығатынын ойлап керемет көңіл күйде отырғанмын. Бағыттың басқа жаққа бара жатқанын кейін аңғардым. Қайда барамыз деп сұрағанымда жанармайының таусылған далға тартып,
Жанармай бекетіне бара жатқанын айтты. Көңілім орнына түсіп енді жайғаса бергенде белгісіз бір жердегі жер үйге кеп тоқтады. Қарай есімде жоқ. Мұрнына бірдеңе басып жатқаны ғана еміс-еміс есімде қалыпты. Көзімді ашсам төбемнен төніп қанат отыр, көзі қанталап. Көрсетейін мен саған, ұрған қалай боларын көрерміз, осыдан кейін кімге керек болар екенсің деп ойына келген істеді. Сол кезде жан дүнием төңкеріліп, қалай өзегім өртенгенін жеткізе алмаспын сірә. Денемнің ауырсынғаны, жанымның ауырғанының жанында түк те емес еді. Ол ма? Менің естен танып жатқан сәтімді пайдаланып, ұялы телефонға видеоға түсіріп алыпты. Алла жазасын бергір. Содан бастап сағым суға кетіп, өмірім түбегейлі өзгерді. Өзімнен гөрі ата-анамның артқан үмітін ақтай алмағанымды ойлап, өзімді іштей жеп біттім. Ойлағанында күйініп кететінмін. Солай жүріп 11-ші сыныпқа да көштім. Ұмытудың орнына қанат жолыма кес-кестеп тұрып алып, ауыр сөздер айтып, жарамның бетін тырнап, жанды жеріме тағы да соққы жасайтын. Қанша кет деп өмірімнен қусам да кетпейтін. Кімге айтып пана сұрарымды білмей дал болатынмын. Телефоныма тыныштық жоқ. Қанша рет номер ауыстырсам да тауып алатын. Тіпті ол ұятсыз анамның номерін де тауып алған екем. Сен мендік болмасаң ата-анаңа барып айтамын. Қыздарының қандай екенін видеоңды бәріне таратамын. Сенің қандай екеніңді бәрі білсін деп одан әрі қинайтын. Менімен тағы да төсектес бол, видеоңды сонда өшіремін. Менің әйелім болмасаң көрсетемін саған деп қоқан-лоққы көрсететін. Ата-анама айтуға қауқарсызбын. Біреудің менің қарабет екенімді білгенше өле салғаным артық деп ойлаушы едім. Bir жағынан сабағым бар. Қалай да өз күшімен оқуға түсуім керек болды. Сол жылы психологиялық тұрғыдан қатты шаршадым. Bir күні наурыз айында бір тойға бардым. Тойда бір жігітпен таныстым. Құдаларымның құдасы болып шықты. Кейін агетте бір-екі рет сөйлесіп, мен оған ОБД-ға дайындалуым керектігін айтып, уақытша байланысымды үзгем. Жанымдағы құрбым деп жүргенім сатқынның өзі болып шықты. Ол туралы бәрін қанатқа жайып салыпты. Жалпы ол емес, мен жайында бәрін хабардар етіп отыратын источнигі мен жан құрбыма балап жүрген сыныптасым екенін де кейіннен білдім. Не керек, қанат дегенін істеді. Ол жігітке мен жайлы тіпті қосып неше түрлі әңгіме айтқан. Менен екі қабат болып баласын алдырып тастады деп видеоны көрсетіпті. Жігіт деп жүрген құда балам сол қанішердің сөзіне еріп кетті. Екеуіне де кімнің кім екенін уақыт көрсетер деп тістеніп кеттім. Қолдан келер қайран жоқ, өміріме өкпелеп ОБТ-ға кірдім. Егер ойымдағы балымды алып алтын белгімді қорғай алмасам, мені тек бір ғана жол күтіп тұрды, ол өлім, асылып өлемін деп шешкем. Бірақ ойымдағы балымды алып қорғадым. Сөйтіп Алматыға өз арманымдағы университеттің студенті атандым. Журналист болғым келетін еді. Сол оқуыма түстім. Сыныптастарымнан да, ескі таныстарымнан да, бұрынғы достарымнан да қол үзіп хабарсыз кеттім. Алматыда жүргенімде екеуі де жайыма қалдырмады. Әлеуметтік желілерден тауып алып, қайта-қайта мазалаумен келді. Жігіт атаулыдан қатты көңілім қалған мен Алматыда да біраз жігіттің көз жасына қалдым. Өзімнің ата-анам мен артымнан ерген бауырларымның басқасынан бәріне тым қатыгез, тас жүрек болып кеттім. Bir жыл өтіп өз қалама барғанымда әлгі құда баламды көрдім. Тізерлеп кешірім сұрап, онымен бірге болуымды, тұрмысқа шығуымды өтінді. Көзім ілместен 1 жыл бұрынғы өзімнің сөзімді қайта есіне салып, теріс айналып кеттім. Мені өткен өмірімдегі жайттар одан әрі қамшылай түсті. Ішімнен кім екенімді көрсетемін бәріңе деп өзімді қайрай түстім. Мен биік белестерді бағындыра отырып, биікке шыға отырып, бәріне өзімді дәлелдегім келді. Кек қайтарудың жолын таңдадым. Бала кезімнен актерлық шеберлікке, биге жақын болып өскем. Бекер жүрмей биге қатысып, әйтеуір босқа жүрмей актерлық шеберлігімді шыңдау үшін курстарға жазылып, театр сахналарында ақырындап шыға бастадым. 2-ші курсымда бір спектакльде ойнап жүріп, қазір жолдасыммен таныстым. Ол да өнерге жақын болып шықты. Басында көнбегеніммен бара-бара қалай ғашық болғанымды түсінбей қалдым. Сол уақыт аралығында Қанат оны әлеуметтік желіден тауып мазасын алып үлгерген еді. Мен оған бұрында болған жайтты баяндап, енді онымен сөйлеспеуін өтіндім. Бірақ ең өкініштісі, өзегімді өртеп жанымды жегідей жеген жүрегімнің түбіндегі жан түршігерлік оқиғамды айта алмадым. Қанша айтуға оқталғаныммен, тырысқаныммен айтуға шамам жетпеді. Адалсың ба деген сұрағына иә деп жауап бердім. Болар іс болып бояу сіңгеннен кейін шындықты айтуға батылым жетпеді. Жігітім 3-ші курс бітірген соң 20 жасымда құда түсіп ұзатып алып кетті. Барлық жөн жоралғысын жасап, тойымызды дүркіретіп өткізді. Алғашқы неке түтінінде қан шықпады. Неге деп сұрап жанымды жаралаған жоқ. Ондай жағдай кейде болып тұрады. Медициналық тұрғыда дәлелденген деп маңдайымнан иіскеп, өзінің саусағын тіліп, ақ жаймаға менің пәк екенімді білдіретін белгі қойды. Қазір мен өте бақыттымын. Жан жолдасыма рахмет. Оқуымды аяқтатты. Жақсы жұмысқа тұрғызды. Бәріне атам екеуі жүгіріп қол ұшын созды. Жолдасым қатты қызғанатын еді. Бірақ ол үшін ешқашан ұрыс шығармаған. Керісінше, әрдайым
мені сабырға шақырып отырды. Үйінің үлкені, екіншісі бар. Ата-енем де мені тұңғыш қызым деп еркелетеді, сыйлайды. Күйеуім екеуміздің 2 жасар ұлымыз бар. Екіншіме аяғым ауыр, декреттік демалыстамын. Үйде жалғыз отырып, ішім пысып анда-санда осы топты оқып тұрамын. Менімен тағдырлас қыз-келіншектердің тағдырын оқып оңашада жылап таламын. Бұл оқиғаны жай шерімді тарқатайын деп те, өзгелер сабақ болсын деп те жазып отырмын. Құрметті ата-аналар, өз қыздарыңызбен сырлас құрбыдай болыңыздар, еш нәрсе жасырмаңыздар. Бәлкім анам қаталдау болмағанда бәрі басқаша болар ма еді деп ойлап қоямын. Бірақ не болса да түн артынан күн шығатын есте шығармайық. Әлеуметтік желіде бұрынғы қанат анда-санда төбесін көрсетіп лайк басып кетеді. Қазір осы екіде әлі бойдақ ішкілікке салынып кеткен. Алланың бар екен рас болса жазасыз қалдырмас деген едім. Алла оны ең ауыр жазамен жазалаған сыңайлы.